Абай, ақынның жүрегіні. Күн артынан күн туар, бір күн дамыл еткізбес. 1945 жыл жеңіс және Абайдың 100 жылдығы. Ол ақын жайлы түсірілген алғашқы фильм. Абай рөлінде Қалыбек Қуанышбаев. Фильмнің режиссері Рошаль. Ол либреттоны Әуезовпен бірге жазған. Либретто 1944 жылы сахналанған операға арналып жазылған. Ақын бейнесін Ришат Абдуллин сомдайды. Композиторлары Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди. Қойылымда Абайдың әндері де орындалады. Біздің театр жаңа маусымын Абай операсымен ашып, осы қойылыммен жабады. Алайда операда, сондай фильмде Абай бас кейіпкер емес. Ол бағдар беретін өнегелі тұлға ретінде көрінеді. Бізбен бірге бақытқа ұмтылыңыз, көзіңізді ашыңыз. Дегенмен көкірек көзі бәрін көре ала ма? Ақын жанын тербеген әуенді ести аламыз ба? Тұлғаның басты жұмбағын шеше аламыз ба? Ақынның өмірі қалай өтті? Мұхтар Әуезов айтқан, Абай деген мұхит, мен содан тек қана қасықтап қана алдым деген. Яғни Абайдың білімі терең мұхит. Ақынның өлеңдері қалай қыз жасауына айналды? Абайдың өлеңдері жазылған қолжазбаны ұзатылған қыз жасау ретінде өзімен бірге ала кеткен. Абай әндерін қалай жазған? Әуезов ақын мұраларын түгел қамтуға тырысқанымен, талай шығарма үз-түзсіз жоғалған. Мұны басқа зерттеушілер де растайды. Ақын шығармашылығының құпиясы, баға жетпес туындыларының тағдыры. Абай, ақынның жүрегіні. Бірінші тарау. Беймәлім Абай. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар. Қызықтан өзге қалсаң бос, қатының балаң досың бар. Абай. Актердің бетін бояп сахнаға дайындағанда ең қиыны сақал мұрт жапсыру. Бірақ гримші Елена Коновалованың айтуынша, оны шешіп алу оңай. Ендеше желімді қалыңдау етіп жағамыз дейді Абай, яғни ақын рөлін сомдаушы Талғат Күзембаев. Енді киінемізде сахнаға шығамыз. Талғат Күзембаев сахнаның артымен жүріп жеке бөлмесіне барады. Онда сахналық киімі ілулі тұр. Ендеше көрермен алдына шығуға да дайын деуге болады. Мен консерватория қабырғасында жүргеннен бері Абай бейнесін сомдап келемін. Оның кейіпкері салмақты, маңғаз, ақылды. Ақынның, ойшылдың, ұстаздың мінсіз бейнесі. Оның дәл осындай болғаны күмән тудырмайды. Жалпы Абай туыстармен қарым-қатынаста, күнделікті тұрмыста қандай адам болған? По описаниям Абай был не сильно... Сипаттамаға сүйенсек, Абай бойшаң емес, өзі талғампаз жан болған. Фотосуреттегі саусағына назар аударып қарап көріңіз, саусақтары сондай ұзын. На его пальцы. На фотографии такие длинные пальцы. Осындай ұзын саусақтар әдетте домбыраның пернесін, ішегін басуға ыңғайлы келеді. Жалпы атқа қонған, бүркітті тамақтандырған, немесе бала-шағаға ашуланған Абайдың бейнесін көру біз үшін тосын көрініс. Сондықтан ақынның мінез құлқын, жеңсігасын білуге тырысқан артық болмас еді. Это кухня, которая находится в Жидебае. Мынау Жидебайдағы үйде орналасқан асхана. Бұл бөлме кәдімгідей салқын. Айта кету керек, жалпы Абай сараңдықты, қомағайлықты адамзаттың нағыз кемістігі деп білген. Ақынның өзі тамаққа келгенде аса күйт алмаған. Ұзатылған етті, ыстық сорпаны жақсы көрген.
мясо и горячую сурпу. Қақталған еттің иісі осы күнге дейін сақталған. Қабырғаға әбден сіңіп қалса керек. Еттің бәрі осы жерде ысталған. В желтом цвете. Там коптили очень много мяса. Мәжілісі қызықты, сауықшыл, дастарханда аса мол еді. Жай шаруасын істеп отырмаушы еді. Маған десе малай, малшы, қызметкер қатыннан да болса бір тәуір мінезін, қылығын тауып, жақсы көріп, ойнап, қалжыңдап отырар еді. Жарқын сөзбен, ашық көңілмен қалтқысыз келетін адамды аңсап сағынып, ондай адам келгенде баласия туған бауыры келген кісіде қуанып қалушы еді. Тұрағұл Құнанбаевтың естелігінен. Ұйқысы сергек, кеш жатып, ерте тұратын деп жазды ақынның ұлы. Кейде балалардың қылығына ашуланса, әйел баласын үнемі қорғаштап жүрген. 9 құмалақ дойбы ойнағанды, сондай-ақ жұмбақ жасырғанды, әзілдескенді ұнатқан. У него была девушка, которая накрывала чай. Молодая. Оған шай құйып беретін қыз бала болған. Онымен оңаша қалғанда бүгін кешке көптің көзінше сенен кеңес сұраймын. Менке осылай дұрыс па дегенімде сен я дұрыс деп жауап беруің керек деп алдын ала келісіп алған. Правильно, Маке? И ты мне будешь говорить, да, правильно. Кешке сөзі бар адамдар келгенде ақын әлгі жас қызға қарап, осылай емес пе деп сұрайды. Менке маңғаздана, я солай деп жауап береді. Кейін қонақтар, япырай мынау ақылды қыз екен деп таң қалады. Таким образом он тоже Ақын осылай таныстарын таң қалдырып әзілдескен. Знакомых. Тағы бір атап өтерлігі жаңалықты тез қабылдаған, өзі жомарт болған. Ол ақыл-оймен жұмыс істегенді қалаған. Жасында атқа отырғанды ұнатқанымен есейгенде шалғай жерге арба жеккенді қолайлы көрген. Әкем жасында ашумен махаббатты қатар қолданған. Атам Құнанбайдың қайтпайтын қатты суық мінезін сөгіп отырушы еді. Қорықпақ пен сүймек, от пен су секілді бір жерде жиылмайды. Адам сүйген адамның ақылын ұғып, содан өнеге алады. Қорқытып, ұрсып айтқан ақыл дарымайды дейтін. Тұрағұл Құнанбаевтың естелігінен. Қорқыту, үркітумен жөнге салу деп Абай бұл жерде өзі жайлы айтса керек. Себебі Құнанбай қателікке жол берген адамды, туғаны болса да оңайлықпен кешірмеген. Ел аузында жүрген әңгімеге сүйенсек кезінде Құнанбай Құдайға шүкір біздің тұқымда ақында бақсы да жоқ деп айтқан деседі. Осыған қарағанда Құнанбай баласының шығармашылықпен айналысқанын ұнатпаған. Осындай жайттар себеп болды ма, Абай өз өлеңдерін өзімдікі деп айтпаған, еш насихаттамаған. Көз етірсінде баспасөзде санаулы ғана өлеңі жарық көрді. Неліктен? Бұған не себеп? Абай қаламады ма? Әлде басқа себептері бар ма? Ақынның алғашқы шығармасы қалай жазылды? Абай өз өлеңдерінен неге бас тартты? Қолжазбаның алғашқы түрі неге сақталмаған? Екінші тарау. Түбі терең, сөз артық. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Абай. Кітапханашымен арадағы естілер-естілмес әңгіме, үстел үстінде бет ашық кітаптар және дыбысы сөндірілген телефон. Мұндай тыныш салдан оқырман елді елең еткізер жаңалықтарды таба алады. Биыл үстіміздегі жылғы осы 2020 жыл 16 қаңтарда біздің ұлттық кітапхананың 2-ші қабатында Қазақстан кітаптары жанынан Абай Құнанбаевтың әдеби орталығы ашылды. Өлеңдер, қара сөздер, зерттеулер, музыкалық мұра. Бұл Абайға арналған топтаманың небәрі 5%-ын құрайды. Біздің ұлттық кітапхананың алтын қорында 10.000 кітап бар. Әлемде теңдесі жоқ кітаптардың жиынтығы. Бәрі белгілі, бәрі түсінікті секілді. Әйтсе де біз білмейтін жайттар бар. Лермонтов алғашқы өлеңін 9 жасында, Гёте 10 жасында жазған. Ал Абайдың алғашқы туындысы қашан пайда болды? Тағы да жұмбақ. Бізге жеткен бір өлеңін семейде, медреседе оқып жүргенде жазса керек. 13 жасар Абай шығыс шайырлары Физули, Шамси, Сайхали, Фердауси, Саади, Наваи және Хафизді шығыстың 7 жұлдыз деп атаған. Теңдесі жоқ асылдар, маған медет беріңдер, ақынды қолдаңыздар деп шығыстың 7 шайырынан бата сұрайды. Ақынды қолдаңыздар дейді. Яғни бұл кезде қалам тербеп жүрген.
Сонда жас Абайдың жазған алғашқы өлеңі қайда? Абай 14 жастақ біреуді мазақ яки қалжың қылып құрбылар ортасында өлең шығара бастаған. Олар жатқа үйреніп айтысып жүрген, бірақ өзі оған өлеңші екемін деп көңіл қоймаған. Кәкітай Ысқақовтың естелігінен. Осы уақытта Құнанбай Абай оқуын қойып күнделікті тірлікке араласу керек, әкесіне қолғабыс болу керек деп шешеді. Ал 2 жылдан кейін ақын шаңырақ көтереді. Ол 16 жасында әке атанады, 31-32-ге келгенде ата болады. Мұхтар Әуезов жазғандай Абай 35 жасында ғана поэзияға қайта оралған. Ұлы қаламгердің бұл сөзі күмәнді. Өйткені ақынның махаббат қызық мол жылдарында өлең жазбауы мүмкін бе? Әуезов ақын мұраларын толық жинауға тырысқанымен түгел қамти алмады. Талай шығарма үсті-үсті жоғалған. Мұны басқа зерттеушілер де растайды. Жастық шағында жазған шығармалары бізге жеткен жоқ. Махаббат тақырыбында жыр жазған деседі. Өзі де туындыларын сақтауға тырыспаған. Қазақ ортасында ақындықтың пәлендей қадірі жоқ нәрсе. Қайдағы қошеметпен біреуді мақтап, өлең айтып, бірдеме аламан ба деген кедей адамдар айтып жүрген соң, қазақтың төрелері мақтан да қылады екен. Тұқымымыздан бақсы яки ақын шықпайды деп. Кәкітай Ысқақовтың естелігінен. Абай ұзақ жылдар бойы өз өлеңдерін жасырып келген, ақындық дарынына мән бермеген, өз шығармаларын өзгенікі деп көрсеткен. Тіпті кейбір өлеңдерінің авторы шығыс поэзиясының жауһарлары Бабыр Физули болып кеткен. Көбінесе өзінен 10 жасар кіші шәкірті әрі досы Көкбай Жанайтайұлының есімін жиі пайдаланған. Ол өлеңдерін қағазға түсіргенде соңына аты жөнін жазбаған. Көбінесе мына бір өлеңді менің досым Көкбай Жанатайұлы шығарыпты деп айтып жүрген. Сол тіпті 1889 жыл Дала уалаяты газетінде жаңағы жаз өлеңі осы Көкбайдың есімімен тағы да жарияланды. Ақын бір күншік атпен қанша өлең шығарды, ол жағы беймәлім. Жаз деп аталатын туындысын Абай өзі сатып алған деуге болады. Он приглашает Көкбая и говорит: ол Көкбайды шақырып алып, Көкбай, саған қолымды бие сыйлаймын, және өзімнің бұрынғы өлеңдерімді сатып аламын. Бұдан былай ақын екенімді жасырмаймын депті. С этого времени я буду подписывать свои стихотворения. Содан шығармашылық жұмысқа дейін қояды. Әсіресе 1889-1891 жылдары қыс мезгілінде өнімді еңбек етті деп жазды ұлы Тұрағұл. Абай қонаққа барған үйлердің барлығында жеке бөлме және онда жазу үстелі болған. Осылай бар жағдай жасалған, алайда қолжазбаның алғашқы бірде-бір нұсқасы сақталмаған. Шығармалары елге қалай тарады? Әр қалай, бір ғана мысал келтірсек. Еркежанды алған жылы волостной съезд қылуға елге шыққанда, қыздар атты бір құрдасы олақтау адам еді. Бейне бір менің әкем ішсе асқа, кесе киімге жармай жүргендей қалжыңдаймын деп айтыпты. Биыл үлкен үйге кірген соң тойып, түйініпсің ғой деп. Сол қыздардың қалжыңына ыза болып өлең шығарған. Ертеңінде қыздар жалынып сұрап алып, сол өлеңді отқа салып жіберді. Кәкітай Ысқақовтың естелігінен. Абай жазған өлеңдерін ешқашан түзетпеген және қайта жазбаған. Қолжазбасына аса мән бермеген. Тек жақын туыстарына көрсеткен. Олар жаттап алып елге таратқан, ал қолжазбалары жоғалып кеткен. Тек 19 ғасырдың 80 жылдарының ортасында Абайдың қолмен жазған өлеңдерінің басы құралды. Мұхтар Әуезов мұражайында Абайдың замандасы жазып алған шығармаларының сирек ұшырасатын данасы сақтаулы тұр. От Мұхтара Махановича еще сохранилось это. Мұхтар Омарханұлы үнемі Абайдың жанынан табылып, оның өлеңдерін қағазға түсірген Мүрсейіт молданың дәптерін сақтап қалған. Постоянно записывал его стихи. Мүрсейіт Бікеұлы уез бастығының кеңсесінде аудармашы және кеңсе хатшысы қызметін атқарған. Абай ауылында сабақ берген, ақынның өлеңдерін жинаған. 1896 жылдан бастап Абайдың өтініші бойынша шығармаларын қағазға түсіріп отырған. Сонда Абайдың ең қолжазбасының сақталуы осы Мүрсейіт молданың 3 қолжазбасы сақталды. Сол арқылы бізге жетіп отыр. Мүрсейіт жинаған қолжазбаның арқасында Абайдың өлеңдері жарық көрді. Басқа да қолжазбалар болған көрінеді. Ақынның талантын құрметтеген замандастары сауатты адамды жалдап Абайдың өлеңдерін көшіртіп жаздырған. Мұның ақысына кем дегенде бір қой берген. Мұхтар Әуезов пишет, что девушки
Мұхтар Әуезов жазғанындай, Тобықты руының қыздары тұрмысқа шыққанда Абайдың өлеңдері жазылған қолжазбаны өзімен бірге алып кеткен. Рукописные тетради стихотворения Абая. Бәлкім қазіргі таңда да кейбір отбасында көне қолжазба сақталған шығар. Сегіз қырлы бір сырлы ақынның тағы бір өнеріне тоқталсақ, Абай әнші және композитор. Абайдың домбырасы қайда сақталған? Ол әнін кімге арнаған? Ақынның табиғи дауысы қандай болған? Үшінші тарау. Абайдың әні. Ұйықтап жатқан жүректе ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Абай. Жидебай ақынның мұражайы. Абайға бұл үй мұраға қалған. Бауыры Оспан қайтыс болған соң, осында көшіп келіп, өмірінің соңына дейін тұрған. Ақынның жеке заттары осында сақтаулы тұр. Абайдың үш ішекті домбырасы бойтұмар домбыра деп аталады. Томар үлгісінде жасалған үш ішекті домбыра Абай туып өскен өлкеде жиі кездеседі. Один из самых редких музыкальных инструментов. Бүгінгі таңда кездесетін ең сирек музыкалық аспаптардың бірі. Мұндай аспап негізінен еліміздің шығысында және Жетісу жерінде тараған. Бұл аймақтарды әншілік өнері жақсы дамыған. Домбыра әнді сүйемелдеу құралы ретінде пайдаланылған. Сондықтан пішіні өзгешелеу, дөңгелек емес, дыбысы қатты шықпай және қолда ұстағанға ыңғайлы. Это настоящая копия. Бұл Абай Құнанбайұлы тартқан домбыраның көшірмесі. Абай Құнанбаева. Аспап үлкен емес. Мұны ақын ел аралағанда өзімен бірге алып жүрсе керек. Сапарға шыққанда, бір жерге аялдағанда Абай ақырын дауыспен ән салған шығар. Өмірде оның дауысы баритон болған деседі. Актердің да дауысы баритон, бірақ бұл талай жылғы еңбектің жемісі. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы. Абай Құнанбаев өзінің ән шығарғаны, ол кісінің сазгер, композитор болғаны бәрімізге белгілі, бірақ Абай Құнанбаевтың өзінің ән айтқанын көпшілік біле бермеді. Себебі Абай Құнанбаев оны ешкімге көрсетпеді, көпшілікке көбінесе жалғыз отырғанда домбырасын тыңылдатып отырып ән айтқан екен. Немесе жақын таныстарының ортасында ән салған, жаңа әндерін алғаш тыңдағанда солар. Қазақтың данасы. Абай Құнанбаев көбінесе лирикалық әндерді орындады. Оның ішінде махаббат туралы, өзінің елі, жері туралы, өзінің халқына арнаған әндерін орындады. Музыкалық поэтикалық кештер қалай өткен? Зайыбы Айгерім ән салса, балалары Ақылбай мен Тұрағұл сүйемелдеген. Айтпақшы екі ұлы да домбыра мен скрипканың құлағында ойнаған. Он для своих детей специально выписывал музыкант. Ол балаларын скрипкада ойнатуға үйрету үшін талантты музыканттарды арнайы жалдаған. Балалары үйренсін деп семейде тұратын скрипкашы Яковты ауылына шақыртқан. Чтобы он обучил его детей игре на скрипке. Ақын жазған әуендердің дұрыс нұсқасын туған балалар сақтап қалған. Шығарған әндерін нотаға түсірмеген. Достарына, кейде кәсіби әншілер мен музыканттарға айтып берген. Әнмен өрнектелген өлеңдері ел арасына жылдам тараған. Біреулер Абай ән шығарғанда өлеңдерін сол әндер арқылы халыққа тез жаю үшін шығарған деген пікір айтады. Біздіңше Абайдың өлеңдеріне ешбір үгіттің қажеті жоқ сияқты. Абай әндерінің музыкалық қасиеттері жоғары. Тіпті қазақтың музыка мәдениетінің өсуіне, дамуына үлкен үлес қосқан. Ахмет Жұбанов, «Замана бұлбұлдары» кітабынан. Абайды жалпы қазақ баласы бесіктегі баласынан еңкейген кәрісіне шейін Абайды оқиды, өлеңдерін жатқан біледі.
сағынғаннан бір сен ойылып. Көңіл құсы құйқылжың шартарапқа адам ойы түрленіп ауған шақта салған ән көлеңкесі сол көңілдің дейді абай. Оның 1887 жылға дейін жазған өлеңдері сақталмаған екен. Не сохранились. Абайдың музыкалық мұрасы толық сақталған ба? Бас аяғы қанша ән жазған? Бұл әндер қайда және қалай шығарылған? Эпилог. Өнегелі бағдар. Ұлы Тұрағұл жазғандай, Абай 1889 жылдан бастап 3 жыл бойы көптеген өлеңіне ән шығарған. Ал бұған дейін қанша ән жазылған? Олардың бәрі бізге жетті ме? Әлде жоғалып кетті ме? Оның музыкалық шығармаларының да тағдыры қиын болған. Әндері алғаш рет Абай дүниеден озған соң 20 жылдан кейін нотаға түсірілген. Кейбірі халық әніне айналған. Ондай әндерді кейбір орындаушылар өз әуеніне салып өзгертіп айтқан. Абай ән шығарғанда, өлең жазғанда да жаңалық енгізуге тырысқан. Соның арқасында біздің мәдениетімізде жаңа поэтикалық және музыкалық үлгілер пайда болды. Абайға дейін қазақ әндері бұлай шырқалмаған. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп. Мамандардың түрлі дерегіне сүйенсек, Абай барлығы 200-ден астам өлең, 3 поэма, 30 шақты ән жазған, 60 аударма жасап, 45 қара сөз қалдырған. Мұхтар Әуезов Абай жазды деген бірталай шығарманы зерттеген. Жинаққа өзі еш күмән келтірмегендерін ғана енгізген. Ақынның музыкалық мұрасын дәл осылай ешкім іріктемепті. Ұлы ойшылдың қанша еңбегі бізге жетпеді. Олар алдағы уақытта жарық көре ме? Оқырманын таба ма? Мұхтар Әуезов айтқан, Абай деген мұхит, мен содан тек қана қасықтап қана алдым деген. Яғни Абайдың білімі терең мұхит. Адам тағдыры мінезіне қарай қалыптасады, ал өлең мазмұны ақын тағдырымен үндеседі. Адам, ақын, композитор. Ұлы ойшылдың шығармалары заманның өнегелі бағдарына айналды. Ақын жанының нәзік үнін, жүрегінің қалай ұғамыз, қалай естиміз? Сергі көңілім, сергі енді, балапан құстай оңдалып, қанатыңды қомданып, жатпаяда қорғанып, ұш көңілім көкке кергенді. Абай.